Сүйінші, Ислам мен Шынар қайта қосылды. Қалаулым тележобасының алғашқы махаббат символы атанған Ислам мен Шынар бір жыл ажырасқаннан кейін қайта қауышты. Ислам әлеуметтік желідегі парақшасында түнде бетін жасырып жүрген бойжеткеннің видеосын жариялады. Видеода ғашық болған Ислам махаббатқа тоймай, бір-бірін қатты сағынған көріністері бар. Исламның сүйіспеншілікпен отты сезімге мас болған көздерін көруге болады. Бір болайық реалити шоуының бұрынғы жүргізушісі Анна Данченко ханым бұл видеоға алғашқылардың бірі болып лүпіл басып, үлкен қуанышын жеткізді. Желі қолданушыларының пікірі екіге жарылды. Біреулер бұл қызды бұрынғы әйелі Шынар десе, екінші тарап Шынар емес дейді. Ал ең соңында қарсы тарап Ислам өзіне лайықты қызын тапты дейді. Желі қолданушыларының бұл пікірлері бізді назардан тыс қалдырмады. Шынардың кішкене менмендігі бар еді. Жігіттерге ондай ұнамайды. Өзін білеңге салып, әке-шешесіне тайып тұратын еді, бірдеңе болса. Негізі әке-шешеге айтпау керек әр нәрсені. Шынарды қойшы хотябы ұлын істесе ғой, балаға обал болды. Самой главное өзің сияқты қарапайым қыз болса болды ғой. Бәрін өзі жасап, өзі шешіп, өзім дей беретін болмаса болғаны. Қарапайым өзіне жақсы жар, ата-анаға адал жар болсын. Әй, бақыт тілей салыңдаршы. Стоит бақыт тілей салсаңдар, бақытты болсын. Интрига болды ау. Ой қойындаршы, бала қайтеді, әкесіз деп шешесі бар жерде бала жетім болмайды. Ажырастым деп өмір бақи жалғыз жүру керек па? Әр адам бақытты болуға лайықты. Бақытты бол, Шынарда өз жұбын тауып бақытты болсын. Бірақ баланы ұмытпаңдар, бақытты бол. Ислам молодец, бақытты болуға әркім лайықты. Қашанғы жүреді енді? Анасына келін керек, өзіне жар керек. Молодец, Шынарды жақсы көргендей ешқандай өзі де жақсы көрмейді. Әшейін ырымын жасап шашынан ғана типа искеп тұр ғой. Шынарды жақсы көреді тек ашин, қырсықтық, менмендік ой. Әй қарағым, махаббатқа мас болмай балаңды іздесең, ниетті ұл десе, өзіңнен аумай қалған деп жарыса жазды желі қолданушылары. Қалай болғанда да Исламның жанындағы бұл қыз Шынар екеніне сенеміз. Ислам мен Шынар бақытты болсын.